армандаумен кетті. Ал біз енді осы көк тудың астында бір атаның баласындай, бір қолдың саласындай бас қосамыз. Осыдан 31 жыл бұрын елбасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік туралы заңы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы туралы және Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранның музыкалық редакциясы туралы заңдарға қол қойса, 2007 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы заң қабылданды. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мақұлмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақтап арман тілегін ескеретін құнды белгілер. Сондай тәуелсіздік төсбелгісіне айналған рәміздерімізді құрметтеу, мақтан тұту әрбір азамат үшін қасиетті борыш. Әрдайым еліміздің тыныш, халқымызға аман рәміздері қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулер шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Білетін жандарымыз ғой уақыт құнын, тәуелсіз елімізге, рәмізге жыр арнау отандасқа бақыт бүгін. Елбасымыз сара жол салып берді, күллі әлемге көшбасшы танытты елді. Бір елбасы, бір тағдыр, мақсаты бір, ер еңбегін қазақтай қылмен көрді. Оған бара жатқан алтын қан бейнеленген көк байрағымызға зер салыңыз. Мемлекеттің тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Туымыз көгілдір түсті. Ол тыныштықтың, бейбітшіліктің, шексіздіктің белгісі, әрі көк аспанның реңі. Қазақ халқы төбең көкке жетсін, көсеген көгерсін, аспаның ашық болсын деген тәрізді алғыстарды көп айтады. Ежелгі түркі жұртының алтын бесігі, ұлы даламызды аялап келе жатқан халқымыз үшін аспан тектес көк түстінде, шуақ нұры тұрған күніңде, сол күнге көзін тіктеп қадай алатын қыранның да ала бола білген, ар намысын жандан артық қоя білген, әдеп құрып салт дәстүрді ұмытпастан құндылығын құрмет тұтын қадірлеген. Дарған далам төскейінде жүріп өткен, бабалардың өшпес ізге бізге жеткен. Еліктерін жырлап өтсе өрен ұрпақ, ер бабалар орындыра өткен. Туған жерін мекен еткен көшпенділер, ордасында туын тіккен хан көсемдер, туған жерін қорғап өткен қас батырлар, әділдікпен қылған би шешендер. Бұрын соңды Сахарада туған барлық әндердің атасы һәм ел жүрегінің отанына деген лүпілін сөз және музыка тілімен бейнелеген зор рухтың туындысы. Былайша айтқанда, халқымыздың, мемлекетіміздің үні музыкалық сәлемхаты іспеттес. Әнұран жеке адам тіршілігінен гөрі бүкіл бір қауымның өмір салтына, мемлекеттік іс-қимылына көбірек қатысты дейді тұңғыш рәміз танушы Ербол Шәймерденұлы. Желбіренген көк туым, көтеріліп шоқтығым, қазақты әлем таныды, егемен ел боп бүгін. Таңдай қақса шартарап, көк туында башабақ, қыран самғап барады, күнді ұйыққа арқалап. Көк туыңнан нұр алдым, сол қыранға сыңармын, ерікті елдің меншісі, еркіндігі қыранның. Ұланымын халқымның, ұлы істерге талпындым, тыныштықтың дәміндей туымдағы алтын. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Сахнада Қабан байлар қорғаған алботтан, мойымаған кетсе де жарып аттан. Найза менен жауларын түйреп жүрген Махамбет Исатайдай алып аттам. Елік көгінде қалықтап рәмізіміз, боламыз болашақтың жарығы біз. Еңбек білім жүрекке әр кез жиған батыл қазақ алтын ел барлығымыз. Қазақты әлем таныды, егемен ел боп бүгін. Таңдай қақса шартарап, көк туында башабақ, қыран самғап барады, күнді
еселей берсін деген ниетпен концертімізді Жаса қазағым әнімен қорытындылаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.